Құрметті оқытушылар мен студенттер, баршаңызға мәлім, 2010 жылы елімізде жаңа университеттің негізі қаланды. Мен осындай университеттің болуын армандадым. Тәуелсіз елімізде, жаңа елордада, жаңа маман дайындайтын жастарды ғылымға баулайтын университет керек болды. Бұл ерекше міндеттерді көздеген міндет жаңа білім беру мекемесі ретінде құрылды. Бар жоғы 10 жылдың ішінде біздің негізгі мақсаттарымыз орындалды. Назарбаев университеті инновациялық кластер ретінде толық қалыптасып отыр. Бүгінде оқу орны білім және инновацияны біріктіріп, халықаралық мойындауға ие болған зерттеу орталығына айналды. Бұл оқу орнына үздік мектепті бітірген біздің жас азаматтарымыз, ғылымға бейімделген, таланты бар жастар үлкен конкурстың арқасында келіп түсті. Мұнда оқу және ғылыммен айналысу үшін қолайлы жағдай жасалған. За короткий срок, став флагманом отечественного высшего образования, Назарбаев университет доказал, что качественное образование можно получить и в Казахстане. За эти годы выпускниками вуза стали почти 5000 человек. Все они показали себя востребованными специалистами высокой квалификации. Только в этом году академические степени были присуждены свыше 1000 выпускникам вузов. Из завершивших обучение более 600 студентов оканчивали программы бакалавриата, более 400 магистратуру и докторантуру. Многие из них продолжат свое обучение здесь или в иных лучших вузах мира. Мы этому не препятствуем. Наоборот, создаем условия. Другие покажут свой высокий профессиональный уровень в казахстанских международных корпорациях. Я это приветствую, и для этого мы готовились, чтобы вы в Казахстане показали свои знания и работали на свою родину. Третьи же войдут в историю своими достижениями, открытиями и изобретениями. Всех их будет объединять не только серьезная научная база, не только высокое звание выпускника Назарбаев университета, но и то, что каждый из них несет свой посильный вклад в развитие родной страны, обеспечив Казахстану благополучие и признание. Не только у нас, но и во всем мире. Университет будет развиваться, мы будем развивать специальные лаборатории для стартапов, создадим в будущем венчурные фонды для того, чтобы молодым ученым, желающим осуществить свои задумки, помогать и встроить в производство. Бұл оқу орнының құру кезінде оған көшбасшыларының жаңа буынын оқыту міндеті жүктелді. Ғылым, технологиялар, кәсіпкерлік, медицина, мемлекеттік басқару және басқа да салаларға тың серпін әкелетін маман даярлау көзделді. Алдымызға қойған бұл мақсатқа да қол жеткіздік. Бүгінде университет түлектері еліміздің жаңа интеллектуалды элитасын қалыптастырып жатыр. Менің де арманым сол еді. Мен қуаныштымын, Қазақстанда осындай университет бар. Елімізді жарқын болашаққа бастап, Қазақстанның дамуы мен өркендеуін қамтамасыз ететін боласыздар. Баршаңызды Назарбаев университетінің 10 жылдық мерейтойымен шын жүрегімнен құттықтаймын. Зор денсаулық, толағай табыс тілеймін. Бақытты болыңдар.